Жалпы мына оқиға шындығында бір қарасаң кез келген үйде болуы мүмкін жағдай сияқты басталған. Атырау ғой, кәдімгі қала. Таңертең жұмыс, кешке үй. Бәрі өз тірлігімен жүре береді. Сол отбасы да ерекше емес еді. Бірақ бір күні олар жай ғана жоқ болып кетті. Телефон алмайды, хабар жоқ, ешкімге айтпаған, ешкім білмейді. Алғашында ешкім қатты мән бермеген. Бір жаққа кеткен шығар, қонақта жүрген шығар, телефоны сөнген шығар. Өйткені біз солай ойлаймыз ғой, өзімізді тыныштандыру үшін. Бірақ уақыт өтіп жатыр. Бір күн өтті, 2 күн өтті, 3 күн. Ал адамнан еш хабар жоқ. Міне дәл осы жерден бұл жағдай жай ғана жоғалу емес екенін түсінуге болатын еді. Ең қызығы үй. Үй сол күйі жабық тұрған, шам жанбайды, кіріп шыққан адам жоқ. Көршілерді кейін айтты ғой, бір түрлі тыныш болды деп. Бірақ көршілер де адам ғой, бәрі өз тірлігімен жүреді. Сол тыныштық кейін үлкен сұраққа айналды. Сосын полиция келді. Осы жерден бастап оқиға басқа арнаға бұрылды. Алғашқы кезде бәрі жай ғана жоғалған адамдар деп қаралды. Бірақ кейін жағдай ауырлай бастады. Және біраз уақыттан кейін ең жаман хабар шықты. 2 адам өлі күйінде табылды. Осы жерде елдің бәрі селк ете қалды. Себебі бұл енді жай ғана жоғалу емес қой. Ал енді негізгі сұраққа келейікші. Неге кейін күйеу баласының аты атала бастады? Маңыздысы ешкім кінәлі деп айтқан жоқ. Бірақ тергеу деген нәрсе бар ғой. Ол эмоцияға қарамайды, ол логикамен жүреді. Тергеу ең алдымен мынаны қарайды. Соңғы рет кіммен сөйлесті? Соңғы рет кіммен кездесті? Соңғы рет кім көрді? Бұл барлық істе солай. Егер бір адам соңғы байланыста болса, ол автоматты түрде назарға ілінеді. Бұл қалыпты нәрсе. Көп адам мынаны түсінбей жатыр. Күдік деген айып емес, күдік тексеру керек деген сөз. Ал халық бірден қорытынды жасап кетеді. Бір айтады, жайдан жай атамайды. Ал кейбіреулер айтады, ол жала жабу деп. Ал шындық екеуінің ортасында. Тағы бір қызық нәрсе бар. Бір кезде ақпарат қаптап кетті. Барлық пабликтер жазды. Барлығы талқылады. Сосын бір сәтте тыныштық. Міне осы тыныштық көп адамға күдік тудырды. Неге тоқтады, неге айтылмай қалды, не өзгерді? Ал тергеу кезінде осындай үнсіздік өте жиі болады. Себебі әр сөз іске әсер етуі мүмкін. Бір нәрсені айтайын. Қазіргі кезде біз нақты бір ғана нәрсені білеміз. Ресми үкім жоқ, сот шешімі жоқ, тергеу әлі де жүріп жатыр. Ал қалғанның бәрі болжам, әңгіме, талдау. Сондықтан дәл қазір адамды айыптау өте қауіпті. Исламда не дейді? Исламда жала жабу ауыр күнә. Бірақ сонымен бірге әділет іздеу парыз. Яғни тексеру керек, бірақ асықпау керек. Дәлелсіз сөйлемеу керек. Міне тепе-теңдік деген осы. Бұл оқиға бізге бір үлкен сабақ. Қазір адамдар бір-бірінен алыстап кеткен, көрші-көршіні танымайды. Үйде не болып жатқанын ешкім білмейді, ал кейде сол немқұрайлық қайғылы жағдайға алып келеді. Менің мақсатым біреуді қаралау емес, немесе біреуді ақтау емес. Бұл видео ойлану үшін. Егер бір күн көршіңді көрмей қалсаң, мән бер. Егер бір үй тым тыныш болса, сұра. Кейде бір сұрақ бір өмірді сақтап қалуы мүмкін. Мен саған шынын айтайын, осындай оқиғалар болған кезде адам еріксіз ойға кетеді. Бұл қалай болды деп емес, бұл неге осылай болды деп. Өйткені кейде мәселе бір адамның әрекетінде емес, жалпы қоғамның жағдайында болады. Біз қазір бір-бірімізден тым алыстап кеткенбіз. Бір үйде не болып жатқанын ешкім білмейді. Бірақ бәріміз Инстаграмдағы біреудің өмірін 5 минутта біліп отырамыз. Осы парадокс. Енді қайтадан сол оқиғаға оралайықшы. Отбасы жоғалды. Алғашында ешкім дабыл қақпады. Неге? Өйткені бізде адам жоғалса да бірден әрекет етпейді. Өзі шығады дейміз, өзі келеді дейміз, ал уақыт өтіп жатыр. Уақыт деген осындай істерде үлкен жау. Кейін полиция келді, жұмысын бастады. Осы жерде бір нәрсені түсіну керек. Тергеу кино емес. Онда бірден міне кінәлі деп айтпайды. Олар алдымен ең жақын адамдардан бастайды. Неге? Себебі статистика солай. Көп жағдайда оқиға жақын ортада болады. Бұл айып емес, бұл тәжірибе.
Сондықтан күйеу баласының аты тергеу барысында атала бастауы таңғаларлық нәрсе емес. Бірақ халық бұны басқаша қабылдайды. Халық үшін аты аталды ма, демек бірдеңе бар. Ал шын мәнінде аты аталды, демек тексеріліп жатыр. Міне осы екі түсініктің арасында үлкен айырмашылық бар. Тағы бір нәрсе бар. Көп адам тергеуге шақырылды ма, демек ұсталды деп ойлайды. Бұл да қате. Тергеуге шақыру әңгіме алу, ал ұсталу мүлде басқа процесс. Сондықтан сөзге өте мұқият болу керек. Бір сөз бір адамның тағдыры. Енді қоғамның реакциясына келейік. Әлеуметтік желіде екі лагерь пайда болды. Біреуі күйеу баласын алдын ала айыптайды, екіншісі керісінше. Тиіспеңдер, соттың шешімі шықсын дейді. Ал осы екеуінің арасында шындықты іздегендер аз. Көп адамға шындық емес, эмоция керек. Бір ой айтайын. Қазіргі заманда шындық баяу жүреді, ал өсек тез тарап кетеді. Ақпарат неге тоқтады деген сұраққа қайта оралайық. Кейбіреулер ойлайды, бірдеңе жасырып отыр, ал кейде себеп одан да қарапайым. Тергеу кезінде ақпаратты шектеу қалыпты практика. Өйткені әрбір жария етілген сөз біреудің қорғануына мүмкіндік беруі мүмкін. Тағы бір маңызды нәрсе бар. Кейде тергеу бір бағытпен жүріп келе жатып кенет тоқтайды. Себебі жаңа дерек шығады, немесе ескі дерек басқаша көріне бастайды. Міне сол кезде тергеу бағыты өзгереді. Бұл әлсіздік емес, бұл жұмыс. Кей адамдар неге бірден таппады дейді. Ал шындығында көп істер айлармен, жылдармен ашылады. Себебі әр деталь тексеріледі. Енді бір сәтке күйеу баласының орнына өзіңді қойып көрші. Еш дәлел жоқ, бірақ атың аталып жатыр. Желіде сені талқылап жатыр. Бұл өте ауыр психологиялық соққы. Сондықтан біз ауыздан шыққан сөзге жауаптымыз. Ислам тұрғысынан тағы бір ой айтайын. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам адамға жала жабу қағбаны қиратқанмен тең деген мағынада ескерткен. Бұл өте ауыр теңеу. Сондықтан шындық айтылмай тұрып, ешкімді қаралауға болмайды. Бірақ сонымен бірге әділетсіздікке көз жұму да болмайды. Міне осы екі ұстанымның ортасында жүру ең қиын нәрсе. Бұл оқиға бізге тағы бір нәрсені көрсетті. Отбасылық қатынастар өте нәзік. Кейде сыртынан бәрі жақсы көрінеді, ал іште үлкен проблемалар болуы мүмкін. Бірақ бұл жалпы ой, нақты осы іске қатысты айып емес. Мен бір нәрсеге қатты мән бердім. Осы оқиғада адамдар өлімге емес, сенсацияға көбірек назар аударды. Бұл қауіпті тенденция. Өйткені ертең осындай жағдай кез келгеніміздің басымыздан өтуі мүмкін. Қазір ең дұрыс нәрсе сабыр, заңға сену, асықпау. Уақыт бәрін көрсетеді. Енді ең ауыр тақырыпқа келейік. Бірақ ең маңызды тақырып та осы. Балалар. Осы оқиғадан кейін көп адам бір сәтке балаларын есіне алды. Бірақ ол ой ұзаққа бармады. Өйткені біз көбіне басқа біреудің басына түскенде ғана селк етеміз де, ертесі ұмытып қаламыз. Ал шын мәнінде балалардың қауіпсіздігі күнде ойланатын нәрсе. Қазіргі заманды қараш. Бала үйде отыр. Қауіпсіз деп ойлаймыз. Бірақ ол үйде телефон бар, интернет бар, бөтен адамдармен байланыс бар. Яғни қауіп тек көшеде ғана емес. Бұрын қалай еді? Бала аулада ойнайды, көршілер қарап жүреді, үлкендер бақылап отырады. Қазірше бала бөлмеде жалғыз, есігі жабық, ата-анасы жұмыста. Ал баланың кіммен сөйлесіп отырғанын ешкім білмейді. Бір шындық бар. Көп ата-ана менің балам ондай емес дейді. Бірақ қауіп баланың қандай екеніне қарамайды ғой. Қауіп кез келген баланы табады. Тағы бір мәселе баламен сөйлеспеу. Ата-ана сұрайды, тамағыңды іштің бе, сабағыңды оқыдың ба? Бірақ ешқашан сұрамайды, сені біреу ренжітпеді ме? Қорқып жүрген нәрсең бар ма? Біреу саған бір түрлі сөз айтпады ма? Ал бала үндемейді, себебі ұялады, қорқады, сенбейді. Балалардың көбісі бір нәрсе дұрыс емес екенін сезеді, бірақ оны сөзбен жеткізе алмайды. Сондықтан мінезі өзгереді, тұйықталады, ашуланшақ болады, жалғыздықты қалайды. Ал ата-ана өтпелі жас қой деп қоя салады. Енді бір сәтке өзімізге сұрақ қояйық. Біз балаларымызды шынымен тыңдаймыз ба? Әлде тек тыңдаған болып басымызды изей саламыз ба? Тағы бір үлкен қауіп көршілердің немқұрайлығы. Қазір бала жыласа араласпаймыз. Бір түрлі айқай естілсе үндемейміз.
өз шаруасы дейміз де қоя саламыз. Ал кейде сол бір қадам бәрін өзгертер еді. Есіңде болсын, баланы қорғау тек ата-ананың емес, бүкіл қоғамның міндеті. Егер көшеде жалғыз жүрген кішкентай баланы көрсең, қара. Егер бала біртүрлі болса, мән бер. Исламда бұл мәселе өте қатты айтылған. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам, балаларың сендерге аманат деген. Аманат деген жай сөз емес, ол үшін жауап бересің. Тағы бір шындықты айтайын. Көп бала қауіпті жағдайды ата-анасынан жасырады. Неге? Себебі ұрсады деп ойлайды, сенбейді деп ойлайды, өзіне кінә артады деп ойлайды. Сондықтан ата-ана баласына ең алдымен қауіпсіз орта болуы керек. Бала білуі керек, не болса да мен ата-анама айта аламын. Міне ең басты қорғаныс осы. Қазір балалар ерте өседі, ақпарат көп, видео көп, әсері көп, ал сана соған дайын емес. Сондықтан ата-ана тыйым салумен емес, түсіндірумен, сөйлесумен жұмыс істеуі керек. Тағы бір маңызды нәрсе, балаларды үнемі қорқытып тәрбиелеу қауіпті. Барма, айтпа, тиме. Бала қорқады, бірақ түсінбейді. Ал түсінбеген бала қауіпті жағдайда не істерін білмейді. Сондықтан баламен жай тілде, жасына сай, нақты мысалмен сөйлесу керек. Осы оқиғадан кейін мен бір нәрсені түсіндім. Біз трагедияны контент ретінде ғана емес, сабақ ретінде қабылдауымыз керек. Егер сабақ алмасақ, ол трагедия қайта-қайта қайталана береді. Балалардың қауіпсіздігі бір видео емес, бір пост емес, бір рет айтылатын нәрсе емес. Бұл күнделікті әңгіме. Видеоны соңына дейін қарап шыққаныңыз үшін рахмет. Видеоға лайк басып, арнамызға тіркеліп, пікір алаңына өзіңіздің ойыңызды жаза кетіңіз.